Сәлем достар, бүгін сендер өткізіп алған топовый фильмнің біреуіне қысқаша шолу жасаймыз. Куда прешь, Белоснежка? Как? В жопе, как еще? Теперь я здесь всем заправляю. Фильмнің аты «Выстрел в пустоту». Бұл фильмде Джейкоб Харлон деген ержүрек батыр жігіттің түрмеде қалай жай мужиктан бастап көтеріліп үлкен ОПГ-ның авторитетіне дейін барғаны көрсетіледі. Басында Джейкоб криминалды өмірден еш хабары жоқ табысты бизнесмен болып бақытты өмір кешіп жүреді. Жұмыстар алға басып, ол достарымен баскетболға барып, жақын араласып кездесіп көңіл көтеретін. Кішкентай баласын және әйелін өте қатты жақсы көрді. Бір күні мұң ұйықтап тұрса да түсіне кірмейтін үлкен трагедия шын өмірде оның басына түседі. Байқаусыз автомобильді катастрофаға түсіп, машинада достары өледі. Бұл жерде Джейкобтың кінәсі де бар. Ол шамал ішкен, және ол қызылға өтіп ережені бұзған. Енді Джейкоб 7 жылға сотталуы мүмкін. Бірақ адвокаттар көмегімен кінәсін мойнына алып, ол 2 жыл 7 айға ғана сотталды. Бұл қысқа уақытты ол ерекше режимді колонияда өтеуі керек. Түрменің үлкен ерекшелігі ол барлық сотталғандардың бір жерде отыратыны. Ол жерде үлкен қылмыспен пожизненно сотталғандар және жай кішігірім былықтары үшін сотталғандар да араласып отыра береді. Бірінші күннен ақ түнде охранник шығып кеткен кезде алдында хатаға жылап кірген бір жігітті бірден ұстап, ұрып, жорстко зорлап тастайды. Екінші күні далаға шығып келе жатып, бір негр Джейкобпен соғысып қалады. Жаңадан келген Джейкобтың қалай жауап қайтаратынын көргісі келген бүкіл түрме ол оқиғаға назар аударып қалады. Төбелеспесе ол да опущенный болатынын біліп, ол амал жоқ негрді ұрып тастайды. Карцерге қамалады. Шыққан соң оған скинхедтердің авторитеті бізге тартыл деп ұсыныс жасайды. Джейкоб, мен ешкімге қосылмаймын, бірақ маған тиіскенді аямаймын дейді. Бұл жерде беспредел, жалғыз болсаң ешкім сені аямайды, анау негрлер сені енді өлтіріп тастайды дейді. Егер бізбен жүрсең, сені қорғаймыз, бірақ ақысына біздің тірліктерге қосыласың. Айтқан тапсырмаларымызды жайлап үйренесің, сөйтіп орындап бастайсың дейді. Бұл скинхедтердің бандасы. Олардың денесінде көп татухалар барымен және өзінің нацистік идеологиясымен ерекшеленеді. Өлесің, зорланасың, әлде скинхедтермен жүресің. Джейкоб скиндермен қосылудан басқа амал жоғын түсінді. Олардың тірлігін жайлап орындай бастады. Бір күні қара пакетті дворға шығарасын деп тапсырма берді. Ол пакетті түнде анусына салып, күндіз оны шығарып смотрящийға берді. Бірте-бірте одан да қиын нәрселерді және адам өлтіруді де тапсырды. Джейкоб қатты қорқып тұр. Қасындағысы, біз өлтіреміз, немесе бізді өлтіреді деп айқайлап тұр. Джейкоб заточканы дірілдеген қолдарымен ұстап тұр. Шыға салып екеуі қарсылас еркекті жұлқылап, итеріп камераға кіргізіп қылқындырды. Бәріміз де басында пәк періштеміз. Бірақ осындай жерлерде сен кім екенін нақты анықталады. Таңда өзінде, әлсіздермен боласың ба, әлде күштілерменсің бе? Мен күштілермен болуды таңдадым, деді Джейкоб. Сөйтті де еркекті өлтіріп тастады. Бірте-бірте наколкалар жасап сақал жіберді. Криминалды әлемде бұны енді баблос деп атады. Бір күні үлкен төбелес ұйымдастырылды. Скиндер мексиканистермен бірігіп, далада негрлерге шабуыл жасады. Талай адам өлді. Бабос мексиканистердің авторитетін өлімнен құтқарды. Бірақ камераға конкретно түсіп қалды да тағы 7 жылға сотталды. Әйеліне мені ұмыт деп соттан кетіп қалды. Осы күннен бастап ол отбасымен хабарласуды толық тоқтатты. Баблос ерекше режимді камераға қамалды. Ол жерде басқа авторитеттермен танысты. Олардың үлкен бастығы Редвуд және ең үлкені Зверетін. Әйелі ажырасу хатын жіберіп, екеуі ажырасты. Баблос карцерде де қояр емес. Ақыры Звермен де кездесті. Бұл жерде сынып қалма. Менің сүйікті кітаптарымды оқуға берем, соны оқы, деді Звер. Ол, бұл жерде біз бастықпыз, соны біл. Менттер бізді ұттық деп ойлайды.
Бірақ біз сен сияқты жігіттер арқасында күшейіп жатырмыз. Біз өзімізбен жүретіндерді өте қатты таңдаймыз. Сен соны біл. Сенен сұрайтыным, сен бізбен до конца жүруге дайынсың ба? Баблос иә деді. Роберт сені жалғыз камераға алады. Отбасымызға қош келдің деді. Звердің де тірліктерін орындай бастады. Сөйтіп 7 жыл өтіп кетті. Дәл шығатын күні звер Баблосқа үлкен тірлік бар деді. Шыға салып соны орындайсың. Баблос, мен тек удомен шығамын деді звер. Сен бізден ешқашан құтыла алмайсың. Қазір ағайындар үшін жұмыс жасайсың. Братишка, бір нәрсе айтпас бұрын семьяң жайында ойлан деп қорқытты. Мен сені дұрыс түсіндім бе? Деп сұрады Баблос. Звер, иә, дұрыс түсіндің деп жауап берді. Баблос, жарайды, жұмысты жасаймын деді. Бірақ ішінен отбасыммен қорқытқаным өте дұрыс болмады деді. Джейкоб түрмеден шығатын кезде ғана баласына хат жазды. Ол баласына өте қатты жақсы көретінін және анасына қамқор болуын сұрады. Түрмеде сирена қосылды. Бір камерада кезекті суицид болған. Оған охрана еш таңғалмай камераны ашып тексеру жұмыстарын бастайды. Робертс қолына бір нәрсені ұстатып, машина күтіп тұрғанын айтты. Джейкоб түрмеден шыға салып, өзінің қол астына берілген жігіттерге тапсырмалар беріп тастады. Олардың бірі Драбаш және бірі Хауи. Олар оған дем алып ал деп астына қыздарды жатқызды. Бірақ оның ойында тек орындау керек тапсырма. Дәл сол шыққан күні тапсырма беріп жатқан жерінде оған оқ атылды. Ол оқтан қашып үлгерді. Екеуі Хауимен отырып бір машинамен қашты. Хауидің денесінде татуха жоқ, және ол ешқашан тергелмеген. Хауи Афганда соғысқа қатысқан. Афганда бір күні талиптердің үңгірін басып алғанда, бұл жігіт алыстағы бөлмелерін аралап жатып, калаштарды тауып алған. Оны жасырын алып шығып, ақышқа жеткізген етін. Енді осы калаштарды сату үшін Драбашқа шыққан. Драбаш оны группировкаға сол түрлік үшін тартқан. Ол Джейкобқа құжаттары толық және таза көлікті дайындап қойған. Джейкоб оған 2 жаңа мобил алды, таңғы 10-да отельде күт дейді. Бұл менттің аты Качер. Ол өте крутой. Ол Баблостың алдағы істейін деп жатқан тірліктер жайында біраз информациялар бар екен. Афганистаннан шығарылған және ақышта тіркелмеген 1000 калаш және 500 глок пистолеттерін сатып алу туралы тірлікті толық біледі, және осыларды сомен ұстамақшы. Качер простой план ұсынады. Баблосты қысып поставщикті біліп алайық дейді. Бірақ Баблос оңай адам емес. Азында Баблос Хауимен жолға шықты. Херман Гомес деген адаммен кездесті. Херман Баблостың түрмеде жақсы отырғанын және оны қатты сыйлайтынын айтты. Баблос Херманды адам ретінде мүмкін сыйлайды, бірақ Херман осы тірлік үшін Баблосты зверден өзі алдырған. Баблос осы тірлікке звер оның отбасымен қорқытқаны үшін ғана кірісті. Және алдында айтылған үлкен төбелесте осы Херманды құтқарам деп Баблос тағы 7 жылға сотталған етін. Херман қалаштар қасындағы жігіттікі ма деп сұрап еді, Джейкоб Хауиді ашпас үшін жоқ деп қысқа жауап беріп, бірден әңгімені басқа жаққа бұрды. Херман сделка кешке болады және нақты болатын жерді 1 сағат бұрын хабарлайтынын айтты. Баблос условный срокта, сондықтан мент Качерге келіп тіркеліп кетуі тиіс. Кездесіп оның татуларын суретке түсірді. Кешегі атылған қызға қатысым бар екенін білем. Кім оны атты деп сұрады. Баблос білмеймін деді. Качер оған абайлап жүр деп оны босатып жіберді. Баблос әйелімен кездесті. Әйелімен кафеге барды. Әйелі юристтің көмекшісі болып істейді екен. Балаларына хатты бекер жазын деді. Өйткені ол сені енді суицид жасайын деп жатыр деп ойлайды. Баблос оған ақша ұсынды. $178,000. Ол кір ақшаны алмаймын деп ұрысты. Ақша таза деп айтып, Баблос кетіп қалды. Кешке дискотекаға келіп, басқа жігіттермен дайындық барысымен тағы жөндеп танысты. Оған Драбаштың өзін ұстауы, сұраққа жауап беруі ұнамай қалды. Артынан шығып оны аңдыды және оның Качермен кездесіп тұрғанын байқады. Качер оны Моника деген қарындасы арқылы қыспаққа алған. Ол бар білгенін Качерге айтып жүрген. Ертесіне Баблосқа әйелі келді және өзімен баласын әкелген. Баланы ол қанша жылдан бері енді көріп жүрегі елжіреп кетті. Өзін қатты ұстап, хатта жазылғаны шындық және саған одан басқа еш нәрсе айта алмаймын деді. Бала оған сен маған керексің деді.
Мен сен бізді қорғаймын деп бізбен араласпағаныңды білем, бірақ сен түрмеден шықтың ғой. Сен маған керексің. Біз саған көмектесеміз, Акитай, бізбен жүрші, деді. Бабос, көмектессең онда маған жолама, деді, есікті жауып тастап, көңілі сол жерде босап кетті. Бірден есін жиып ап, оны аңдып жатқанын білген Баблос сол моментті пайдаланып тез туалеттен секіріп түсіп, таксимен Хауимен кездесуге барды. Маған басқа машина керек, деді. Және маған дробашының адресін бер, деді. Дробовикті қайдан танисың, деді. Біз бір полкта служит еткен досымның танысы етін, деді. Досым өлді, соны жерлеген кезде дробашпен таныстым, деді. Баблос супермаркеттен пышақтар алып дайындалды. Дробаштың үйіне келіп артынан тоқылдатты. Аша салып оған секірді де оны пышақтап өлтіріп тастады. Жестко өлтірді. Качерге не айттың, деді. Анау мен бәрібір сдавала емеспін, деді де өліп кетті. Атеист сол жерде соның телефонын тастап, қолына ұстатып кетті. Качер Баблостың оңай адам емес екенін түсініп, бір нәрсені сезіп дробашқа звондады. Ол трубканы алмаған соң үйіне келіп есікті ұрды. Терезеден қанды көріп есіктің артынан кірді де болып жатқанын бәрін көрді. Качер дробаштың телефонын алды. Ол жерде дробашты әлі тірі деп ойлайтын адам бар екен, және оған 11-де координаттар тастайтыны туралы СМС барын көрді. Ол Баблостың әтейі тастаған СМС еді. Бәрі жиналып гараждан калаштарды алды. Дробовиктің өлгенін білмеген басқалар оған звондады. Менттер де дайын. Тура 11-ге 5 минут қалғанда Бабос телефонды қосты да әтейі координаттарды өліп қалған дробаштың телефонына жіберді. Качер оны оқыды. Жақындап қалған кезде басқа тағы да калаштар барын білген Баблос Хауиге пистолет тақап, тағы қанша калаш барын айт, деді. Хауи, олар 2000 болған, бірақ дробаш ол туралы айтсан өлтірем деп қорқытқан. Дробаш өліп қалғанын түсініп, Хауи шындығын айтты. Жас жігітті аяған Баблос, сен жоқ болып кету керексің, деді. Егер сені бір жерден енді көрсем өлтірем деп жігітті машинадан секіртіп жіберді. Керек жерге келіп тоқтап, Баблос мексиканистердің авторитеті Херманға келді. Менттер де сол жерде жасырынып отыр. Дробаш сдавала екенін және ол өліп қалғанын айтты. Тағы да басқа калаштарды тығып қойғанын айтты. Осы сделкадан кейін бәрі жақсы өтсе, қалған калаштарды өзіміз бөліп алайық, деді. Түрмеден Баблосты жақсы танып қалған және оған өмірін құтқарып қалған үшін қарызы бар мексиканец Баблоспен келісті. Менттер шабуыл жасап бәрін жатқызып тастады. Қалғандарын өлтіріп тастады. Баблос сол түрмеге қайтып оралды. Менттер әлі де СМС-ті жіберген Баблос екенін түсінбеген екен. Баблосқа келісім жасайық, дейді. Зверді бізге сат, және біз сені босатамыз, дейді. Бірақ олардың ортасында тұрған звердің сдавала менті Робертс тұрғанын басқа менттер білмейді. Баблос әрине келіспейді. Өйткені бала шағасына қауіп төніп тұр. Камераға оралып, анустан лезвие алып шығып, дайындала бастайды. Робертс оны звермен жолықтырды. Дробовикті 5-те өлтірді. Ол менттерге координаттар жібере алмайды. Өйткені оны Херман 11-де жіберді. Бұл қалай болды, деп Баблостан сұрайды. Соның бәрін әтейі істеген Баблос ол сұраққа жауап бере алмайды. Мен саған сыйлық жасадым, ал сен менің бетіме түкірдің, деді. Тірі өлік болып жүру қалай екен? Мен олай соңғы 10 жыл бойы жүрмін, деді Баблос. Сен қатының мен балаңды өлтіріп тастап, сені тірі қалдырып, саған қарап жүрем, деді звер. Баблостың түрі бірден өзгерді. Камерадан шығып бара жатқан жерден алдын ала дайындап қойған наручниктің кілтін алып шығып, қолын босатып қойды. Өтірік өкініп жатқан ұқсап түр жасап, Робертстің мойнына лезвие тақап, оны вольерге кіргізді. Асықпай барып, зверді босатты. Звер, сен осының бәрін білдің, маған жетіп алу үшін осыны істедің. Әңгімені бітірейік, деп екеуі төбелесіп кетті. Қолында лезвиясы бар Баблос оны бірден мал құсап бауыздап тастады. Робертс, мен пожизненно срокта отырмын. Маған терять ничего. Егер ол бірінші шабуылдады деп айтатын болсан, саған ай сайынғы ақымды төлеп тұрам, және счетына тағы да ақша аударам, деді. Келіспесең сені де өлтірем. Өйткені бұл жердің үлкені енді мен.
бутына тышып тұрған Роберт әрине омен келісті. Качер ол туралы оқып шок болды. Оған Баблос қалған калаштардың координаттарын SMS-пен жіберді. Качер калаштарды тауып алып, мен оны түсінбеймін, бірақ ол маған ұнайды деді. Камерада әйелінің суретін іліп қойып, кітап оқып отыр. Оған хат келді. Ашып оқыды. Сені енді пожизненно отырғызғанын естідім. Мен сенің неге осылай істегеніңді түсінбедім, әке. Бірақ сенің айтқаныңды істеймін. Сенің қателіктеріңді қайталамаймын. Мамаға қамқор болып жүремін. Уайымдама. Және де айтқым келгені, сені барлығы үшін кешіремін, әке. Білмеймін жігіттер, бірақ мен үшін бұл топовый фильмдердің бірі. Оны баласы да, әйелі де түсінбеді. Мен Качерде мүлдем түсінбеді. Ал сендер түсіндіңдер ме? Неге ол осылай барлық өмірін қиып, осындай әрекеттер жасағанын? Комментарийге жазып кетіңіздер. Жігіттер, осындай видеоларды жіберіп алмас үшін ұмытпай арнаға тіркеліп қойыңдар. Мен үшін ол өте маңызды.